Сәлеметсіздер ме? Эбру өнерін сүйер қауым. Эбру өнері судың бетінде сурет салу өнері. Осы өнерді орындау үшін қандай заттар мен материалдар керек екенін сіздерге таныстырып өтейін. Ең бірінші бізге су қажет, қоюлатылған су. Бұл судың мынандай баклажкаға құйып аласыздар. Судың жылулығы 40 немесе 50 градустай болу керек жобамен. Одан кейін бізге салфетка керек. Сосын лоток. Менде екі жиынтық алғандықтан екі түрлі лотогым бар. Біреуі А4 форматындағы, екіншісі А5 форматындағы. Сосын өзінің жиынтығында келген бояулар, мына арнайы бояулар. Негізі бояудың көп түрі бар. Мендегі осы екеу. Мына жиынтықтағы бояудың түтікшесі бар. Қазір түтікшесін көрсетейін. Мына түтікшесі бар. Мына түтікше арқылы, мына ұшын көріп тұрған шығарсыздар, суға бояуды тамызу арқылы қолданылады. Енді келесі бояу, бұл құтының ішінде орналасқан. Бұны бізді батыру арқылы, кейін мастер-класс кезінде көрсетем, бізді батыру арқылы суретті орындайды. Келесі суды қоюландыру үшін арнайы мынандай ұнтақ бар. Осы ұнтақтың арнайы қасығы, ішіне мөлшермен қанша салу керек екенін мастер-класста сіздерге көрсетемін. Бірақ ешқандай уайымдаудың қажет жоқ, өйткені арнайы жиынтықтың ішінде осындай инструкциясы бар. Инструкциясында қандай су болу керек екен, қандай градуста болу керек екен, оны қалай дайындау керек екен, барлығы осы жерде жақсы жазылып түсіндірілген. Келесі бізге эбру суретін салу үшін арнайы мынандай тарақтар керек. Бұл да жиынтықтың ішінде келген тарақтар. Тарақты эбру өнеріндегі өрнектерді әдемілеп бейнелеу үшін қажет. Мына екеуі де сол өрнектерді шығару үшін. Одан кейін біз арнайы мынандай бізі бар, немесе келесі жиынтықта мынандай біздер берілген. Келесі мынандай қылқалам. Бұл қылқаламның қылы қаттылау болып келеді. Бұл бояуды шашырату үшін арналған. Келесі қағаз А4 лотогына А4 форматындағы қағаздар қолданылады, ал кіші лотокқа А5 форматындағы қағаздар қолданылады. Енді бұл жиынтықты қалай сатып алу керек деген сұрақ туындайды. Мен өзім бұл жиынтықты Каспий магазинінен алдым, Каспий дүкендерінен, және сату интернет магазинінен алғам. Бұл жиынтықты, мына жиынтықты алған кезде әрине оқып, ішіндегі материалдарына көңіл аударасыздар. Ең бастысы бояуы көп болған жақсы. Ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Осы қораптың артында қандай суды қолданылатын және қалай жасау керек екен бүкіл инструкциясы көрсетілген. Мысалы, мына жерде лотокқа суды құятын көрсеткен, оған бояуды тамызатын, қалай сурет салатын, қалай распечатка жасау керек екен, барлығы айтылып түсіндіріледі. Келесі қорапта бұл жерде де артында арнайы инструкциясы бар. Мұнда да суретті суды бірінші қалай құю керек екен, қалай тамызу керек екен бояуды, қалай сурет салу керек екен, барлығы нақты көрсетілген. Мынау распечатка жасауды көрсеткен. Енді келесі бұл жерде осы фирманың наборларын көрсетілген. Наборында әртүрлі, бұлардың бағасы да әртүрлі болып келеді. Біреуінде фартуғы бар болатын болса, кейбіреулерінде фартуғы жоқ, кейбіреулерінде бояу аз болатын болса, кейбіреулерінде бояу көп. Мен өзім мына жиынтықты алғам. Өзіме ыңғайлы осы жиынтық болды, және бұл жиынтыққа қарағанда заттарына көңіл аударыңыздар, және әрине бағасына көңіл аударған дұрыс. Міне осындай эбру өнеріне сурет салу үшін осындай материалдар бізге қажет. Және тағы да қосымша мәлімет айтып кетейін. Бұл бояу жиынтықтарын қандай интернет дүкендерінен сатып алуға болады. Жаңа айтқандай Каспий және сату интернет магазинінен мен алдым. Тағы да одан бөлек Озоннан алуға болады, Темудан алуға болады, және Вайлберстен де алуға болады. Жиынтықпен алуға болады, және жеке бояудың өзінде сатып алуға мүмкіндіктеріңіз бар.